Ыбырай Алтынсарин, шеше мен бала. Шешесі қыз баласынан сұрады. Берген ақшамды қайда қойдың? Бала: біреуге бердім. Шешесі: кімге? Бала: бір тентек балаға бердім. Шешесі: мұнан былай тентек болма деп берген шығарсың. Бала: рас әже, екінші рет тентек болма дедім. Құс та Құдайдың жәндігі ғой әже. Шешесі: біз де, құс та, бөтен жануарлардың бәрі де Құдайдың жаратқан жәндігіміз. Әлгі бала Құдай тағаланың жаратқан кішкентай құсын ұстап алып сатайын деп жүр екен. Құс кісі аярлық болып шиқылдап тұрды. Сонда алып жүрген бала тұмсығынан қыса берді. Бейшара құстың дауысын Құдай тағала естеді деп қорыққан шығар деймін. Шешесі: онда сен не қылдың? Бала: мен балаға ақша беріп сатып алып құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе? Шешесі: әрине сауап, бейшараларға қайырымды болғаның. Бала: ол бала кім біледі, кемтарлықтан құсты сатуға жүрген-ау. Шешесі: мен де солай ойлаймын. Сонда сөйлеп отырған бала сіңлісіне қарап: мана ақшаның бәрін бергенім жақсы болған екен деді. Сіңлісі шешесіне қарап: апаммен екеуміз бағана бәстесіп едік. Бұл балаға апам құсыңның бәсі не деп те сұрамай, ақшасының бәрін берді. Мен айттым, құстың бәсі не деп сұрау керек еді деп. Қайсымыздікі дұрыс? Шешесі үлкен қызына қарап айтты: сенің де бұл істеген ісіңді дұрыс демеймін. Егер тағы бір манағыдай бала жолықса, ақшаның бәрін бастапқы балаға беріп қойдың. Соңғыға не дер едің? Үлкен қызы: онда мен тағы да саған келер едім. Шешесі: егер менде де мал ақша болмаса қайтер едің? Бала онда деп не дерін біле алмады. Шешесі: көбірек жақсылық етуге шамам келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек. Құстың бәсін сұрап, кемге бермеймін десе, сонда ақшаның бәрін беру керек еді. Ол құстың өзі не деген құс екен? Бала: мен сұрағаным да жоқ әже. Өзің айтушы емес пең, жақсылық еткен жанның атын да сұрама деп. Шешесі күліп: солай шырағым деді. Баласы: әже, сен көрсең еді, құс қоя бергенімде әуелі қуанғаны тіпті ұша алмады. Содан соң құсты сатқан баладаған уәде алдым, екінші рет ұстама деп. Шешесі: қызым, жақсы іс істепсің. Мінеке саған тағы да теңге. Қызы: алда разы болсын әже. Шешесі: шырағым қызым, әрдайым осындай рақымды бол. Саған мұның үшін Құдай рахым етер деді.